Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Құрметті жамағат, достар, бізде араб тілі 8-ші күн. Біз кеше айттық, араб тіліне біз енді ғана кіре бастадық. Оған дейін біз есімді зерттегенбіз. Жайлап жамағат қосылғанша біз қайталап өтейік. Сонымен біз айттық, арабша 3 топқа бөлінеді деп. Диалект, фусқа, көне. Біз тек көне дегенде өтеміз. Неге? Себебі Құран көне арабшада түскен. Сонымен арабша сөздер 3 түрі бар дедік. Исім, фиғыл, харф. Исім, зат есім, сын есім, сан есім, үстеу немесе тағы басқа. Фиғыл, сөйлемдегі іс-әрекетті білдіретін сөздер. Қазақша оны іс-әрекет деп атайды. Етістік деп атайды. Харф, өзінен кейін сөз келмесе, мағынасы шықпайтын сөздер. Оны бөлек қарастырамыз. Оны иншалла бүгін өтсек па деп тұрып, 2 түрі бар. Соны бүгін өтеміз иншалла. Біз осыған дейін исімді оқыдық. Исімнің 4 сипатын қарастырдық. Исімде статус деген болады, сан деген болады, сосын тегі деген болады, типі деген болады. Осы 4 сипатта біз қарастырдық. Сосын бұл 4 сипат не үшін керек болды? Біз осы 4 сипат арқылы біз маусуф, алдыңғы сабақта маусуф, сифа, кешегі сабақта маусуф, сифа деген сөз тіркесімен таныстық. Осы 4 сипатының көмегімен. Алғашқы біз осы курста Алла қаласа 5 сөз тіркесімен танысатын боламыз. Арабша соның бірін кеше біз таныстық. Маусуф, сифа, яғни зат есім мен сын есім. Сонымен исім сөздердің 4 сипаты бар. Статус, саны, тегі. Статусқа қатысты біз 4 сабақ өттік. Қандай? Бірінші статустың түрлері дедік. Статустың түрлері рафа, насып, жар болып бөлінеді. Рафа дегеніміз сөйлемдегі орындаушы, яғни іс-әрекетті орындаушы, фиғылды орындаушы деп айттық. Рафа дегеніміз сол іс-әрекетті, фиғылды толықтырушы сөздерді насып дейміз. Біз оны қалай айтамыз? Сұрақ қойып арқылы табамыз. Рафқаны қалай айтамыз? Мысалға, кім орындады, кім не істеді, кім не істеді дегенде, кім деген сұраққа жауап беретін сөз бізде рафқа болады. Насып дегеніміз қашан істеді, неге істеді, кіммен істеді, қалай істеді деген сұраққа жауап беретін, бұл насып статусында тұрған сөз болады. Сосын жар дедік. Жар деген исім, ол әзірше бізге кімнің ненің деген сұраққа жауап берсе, ол жар статусында тұр деп айтамыз. Кеттік. Бұл статустың түрлері рафа, насып, жар. Келесі статустың белгілерін өттік. Олар 2 түрге бөлінеді. Дыбыс және комба. Дыбыс дегеніміз тәнуин. Ун, ән, ин. Ун болса муслимун, бұл бізде рафа, муслиман, бұл бізде насып, муслимин, бұл бізде жар. Біз айттық осыған дейін муслимун кестесін міндет түрде жаттау керекпіз. Сондықтан қазір муслим кестесін бір қайталап шығайық. Бірге қайталап отырыңыздар. Муслимун, муслиман, муслимин. Муслимани, муслимайни, муслимайни. Муслимуна, муслимина, муслимина. Бұл мужской. Сосын женский версиясы бар. Муслиматун, муслиматан, муслиматин. Муслиматани, муслиматайни, муслиматайни. Муслиматун, муслиматин, муслиматин. Бұлар нені білдіреді? Муслимун, муслиман, муслимин. Бұл бір жекеше түрдегі исім сөздер білдіреді. Муслимани, муслимани, муслимайни. Бұл екілік түрдегі исім сөздер. Муслимуна, муслимина, муслимина. Бұл көпше түрдегі исім сөздердің комбинациясы. Муслимун бұл бір рафа, муслиман бұл бір насып, муслимин бұл бір жар. Муслимани 2 рафа дейміз, муслимайни 2 насып немесе 2 жар. Муслимуна 3 рафа, муслимайни 3 насып немесе жар дейміз. Муслиматун бір рафа, муслиматан бір насып, муслиматин бір жар. Муслиматайни 2 рафа, муслиматайни 2 насып немесе жар. Муслиматун 3 рафа, муслиматин 3 рафа немесе жар. Қай кезде жар, қай кезде насып, соны бүгін иншалла өтетін боламыз.
Сосын бұл белгілеріне қатысты есімдіктер деді. Есімдіктерді бұлар өздері біртүрлі, бұл комбинацияларға, бұл дыбыстарға бағынбайды, сондықтан оны бөлек қарастырамыз. Алла қаласа ертең есімдіктер дегеніміз. Мен, сен, ол деген ғой арабшада. Сонымен статусқа қатысты үшінші тақырып ол бізде жеңіл және ауыр деген болды. Әдетте муслимун кестесі, әдетте арабша сөздер негізі исім сөздер ауыр жағдайда болады, ауыр статуста. Ол қандай? Тануинмен тұрады деген сөз. Немесе әни, әйни, әйни, уна, ина деген комбинациямен тұрады әдетте. Оны біз ауыр, жалпы жағдайда ауыр статуста тұр деп атаймыз. Муслимун кестесіндегі барлық сөздер олар ауыр статуста тұр. Жеңіл статуста тұрған сөздер. Енді қай кезде, енді ол статус жеңіл деп аталады кейде. Кейде жеңіл болады. Неге? Соны өтеміз. Соны біз өттік. Қалай ол жеңіл болады, оны қалай ажыратырамыз? Ол бірінші. Егер тәнуин шықпаса, яғни муслимун емес, муслиму болса, онда біз айтамыз, бұл тәнуин сөздер жеңіл статуста тұр деп. Біз айттық, исім сөздердің жеңіл статуста болуының 4 себебі бар деп. Біз 2 себебімен таныстық. Алла қаласа қалған 2-мен танысатын боламыз. Айтамыз оны, қандай 2 себеп. Бірінші, жеңіл статустың бірінші белгісі дыбыс арқылы. Яғни тәнуин шықпады, муслимун емес, муслиму болып қалады. Муслиму, муслима, муслими. Бұл жеңіл статустағы, жекеше түрде. Комбинацияда қалай болады? Комбинацияда статустың жеңіл түрі, комбинациядағы нун әрпі шықпады. Әни дегенде нун әрпі шықпады, әйни дегенде нун әрпі шықпады. Уна деген көпше түрдегі комбинацияда нун әрпі шықпады. Сонда екі қалай болады? Муслима рафқасы болады. Муслимай бұл екі рафқа, екі нас немесе жар жеңіл түрі. Сосын муслимуна бұл ауыр түрі, статустың жеңіл түрі қалай болады? Муслиму, муслими, муслими, муслимуна, муслиму, муслимина, муслими болып қалады. Жеңіл түрі. Комбинацияда нун әрпі түсіп қалады. Түсінікті ғой? Түсінбесеңіздер, алдыңғы нені қайталау керек сабақтарды. Сосын біз айттық. Әлиф келсе, әлиф тек исім сөздердің алдында келеді. Егер тәнуинді сөздің алдында әлиф келсе, тәнуин қашып кетеді. Неге? Себебі әлиф тәнуинді жақтырмайды. Сондықтан, егер исім сөздердің алдында әлиф келсе, біз статусы ауыр ма, жеңіл ма деген сұрақ қоймаймыз. Бұл маңызды емес. Себебі тәнуин кетіп қалды. Не себепті ауыр ма, жеңіл? Жоқ. Әлиф болғасын. Әлиф ләм деген, әлі ғой, әл деген артикл. Әлиф ләм келсе, исімнің алдында, бұл тек исімдердің алдында келеді. Тәнуин кетіп қалады, қашып кетеді, себебі әлиф ләм тәнуин жақтырмайды. Сонымен жеңіл статустың болуының 4 себебін өтеміз біз осы курста. Оның бір себебі міне жартылай икемді. Оны қазір икемдікте өтеміз, жартылай икемді, яғни кірме сөздер. Екінші себебі біз айттық, шақыру үшін қолданса, егер шақыру үшін қолданса. Я деп шақыру біреуді шақыру. Мысалға, официант деп келтірдік мысалға. Официант деген мысалға жалпылама сөз. Официантты біз шақыру үшін қолдансақ, онда ол официант деген сөз жеңіл статуста болады, рафқа тәнуин шықпады. Сол сияқты валядун деген, мысалға валядун деген сөз, бала деген сөз да. Ауыр статуста тұр, тәнуинмен тұр, валядун, бала деген сөз. Егер я валяд дейтін болса, я валяду дейтін болса, шақыратын болса, ей бала дейтін болса, ол кезде ол жеңіл статуста болады, тәнуин шықпады. Я валяду, я деп шақыру үшін қолданады арабтар. Я деп. Мына жазып кетейік. Я деген ол арабтарда я деп қолданады. Я десе, онда ол исім сөз бізде не болады? Статусы жеңіл болып қалады. Яғни тәнуин болса, тәнуин түсіп қалады. Тәнуин түсіп қалады. Түсінікті ғой? Бұл жеңіл статустың жеңіл болуының себептерінің бірі я деп шақырса егер. Кеттік. Статусқа соңғы тақырып ол икемділік деп айттық. Икемділік арабшада үшке бөлдік біз. Толық икемді, жартылай икемді, сосын мүлдем икемсіз. Толық икемді дегеніміз жалпы көбіне
арабша сөздер толық икемді. Оған мысал Мұхаммадун деп келтірдік. Мұхаммадун бұл арабша сөз. Мұхаммед пайғамбарымыздың аты, саллаллаху алейхи вассалам. Бұл рафқасында Мұхаммадун болады, насыбында Мұхаммадан болады, жарында Мұхаммадин болады. Яғни үш статуста да өзінің статусын көрсете алады. Рафқасын көрсете алады, насыбын көрсете алады, жарында көрсете алады. Бұны толық икемді дейміз. Енді келесі жартылай икемді сөз. Жартылай икемді сөз дегенге мысал келтірдік. Юсуфу. Бұларда қандай проблема? Бұларда екі проблема бар. Бірінші, бұндай жартылай икемді сөздер бірінші тәнуін қабылдамайды. Бірінші проблема. Түсінікті? Екінші кәсіра қабылдайды. Міне Юсуфу кірме сөз, арабша емес бұл. Юсуф деген бұл кірме сөз. Арабтарға, адамдардың аты көбіне. Юсуфу тәнуін жоқ. Неге? Себебі бұл кірме сөз. Сосын бұл рафқасы Юсуфу, насып қалай болады? Юсуфа. Енді жары қалай болады? Юсуфи болу керек. Жоқ, бұл кірме сөз болғасын Юсуфа. Неге? Себебі кірме сөздер кәсіра қабылдамайды. Яғни оларды айтамыз икемділігі жартылай икемді исім сөздер, кірме сөздер. Сонымен қатар қандай исім сөздер жартылай икемді? Ол бірінші кірме сөздер, адам аттары, яғни Фирғауын дедік, Ибрахим, Мариям, Юсуф деген сөздер кірме сөздер. Сондықтан олар жартылай икемді, статусы жартылай икемді, тәнуін қабылдамайды, кәсіра қабылдамайды. Сосын мекен атаулары. Бұлар арабша сөздер, бірақ мекен атаулары болса Маккату деп келтірдік. Тәнуін қабылдап, кәсіра қабылдайды. Бұларда сол екі проблема. Сондықтан бұлардың статустары жартылай икемді деп айттық. Бұл ережеге енді исключение бар. Исключение дегеніміз, яғни бұл ережеге бағынбайды. Қай кезде егер бұл сөздер үш әріпті болса, яғни оған Нух дегенді келтірдік. Нух деген пайғамбардың аты, ол кірме сөз. Бірақ ол Нухун, Нухан, Нухин деп үш статуста да өзінің көрсете алады статусын. Рафа, насып, жар. Неге? Себебі ол үш әріпті кірме сөз болғандықтан. Сол сияқты үш әріпті мекен атау болса да, ол да солай. Үш әріпті болса, ол үш статуста да көрсете алады. Оған мысал жаннатта адын жаннаты деген сөз. Аднун, адынан, аднин. Құрандағы сөз. Ол да үш статуста да көрсете алады. Себебі үш әріпті. Сосын мүлдем икемсіз, статустары мүлдем икемсіз сөз деп біз өттік. Ол қандай сөздер? Олар алиф, мақсура, немесе алифпен бітетін сөздер көбіне. Мысалы Муса. Мусаның рафқасы Муса болады. Мүлдем икемсіз дегеніміз не? Үш статуста да рафқа, насып, жарда да бірдей болады версиялары. Муса, Муса, Муса. Рафқама, насыпа, жарма білмейміз. Сондықтан бұл үшеуінде де бірдей. Сондықтан мүлдем икемсіз статустары. Закария, алифке бітіп тұр. Бұл да солай. Рафқама, насыпа, жарма білмейміз. Сондықтан үшеуде. Рафқасы да осылай Закария, насып статуста да Закария. Белгілері жоқ ешқандай. Оны басқаша білеміз. Жары да Закария болады. Сосын бұл біздің статусқа қатысты сабағымыз. Статусқа төрт тақырыпты қамтыдық. Кейін есім сөздердің көпше түрлері, яғни есімдердің саны деген тақырыпты өттік. Арабшада есімдер не жекеше түрде болады, не екілік түрде болады, не көпше түрде болады. Көпше түр үш нәрседен басталады. Үш адам болса, үштен көп болса, онда соны көпше түрде қолданады. Үш әйел адам болса, оны көпше түрде қолданады. Ал екі әйел адам болса, оны екілік формада қолданады. Екі кітап болса, екі кітап, үш кітап болса, онда үш кітаптар деп көпше түрде қолданады. Сондықтан арабтарда жекеше түр, екілік түр, көпше түр деп үшке бөлінеді сандары. Бұларды біз бірінші жекеше түр ол оңай, тәнуинмен бітеді. Муслимун, муслима, муслимин. Немесе женский тамарбута болса, муслим көп жағдай тамарбута. Муслиматун, муслиматан, муслиматин. Бұл дыбыспен бітеді, бұл оңай. Екілік формасы олар комбинация ани. Мужскойда да, женскийда да комбинация бірдей. Муслимани, муслимани, муслимани. Муслимуна, муслиматани, муслиматайни, муслиматайни. Комбинациясы екілікте бірдей. Бұл оңай. Көпше түрде кішкене өзгеше. Муслимуна болады мужскойда. Муслимуна, муслимина, муслимина. Женскийде кішкене өзгеше. Муслиматун, атун деген қолданып бұл жерде. Комбинация атун. Муслиматун, муслиматин, муслиматин, яғни көп әйелдер деген сөз. Муслимуна деген біз айттық. Уна деген комбинация тек қана адамдарға қолданады.
муслимуна, муслимина, муслимина, уна, ина деген комбинация тек қана адамдар. Тек қана адамдардың ішіне жындар, періштелер, адамдар кіреді. Түсінікті ғой? Сосын ер адамдардың, мысалы көп ер адамдар тұрса, оларға муслимуна дейді. Көп мұсылман ер адамдар тұрса. Сосын егер мұсылман ер адамдар мен мұсылман әйел адамдар араласқан болса, онда уна, ина деген комбинацияны қосыла алады. Ер мен әйел араласса. Ал тек қана әйел адамдардың тобы болса, онда муслиматун, әтун деген комбинацияны қолданады. Тек қана әйелдер болса, көпше түрде әтун. Сосын әтун деген заңсыз заттарға да қолданады. Әтун деген женскийға, сосын заңсыз заттардың көпше түріне, мысалға бақшалар, белгілер, аяттар деген сияқты. Түсінікті ғой? Муслимуна, тек қана адамдарға. Адамдар, періштелер, жындар. Сосын исімнің арабшада мына үш сөз бар. Бұлардың ешқандай комбинация жоқ, бірақ мағынасы, бұлардың жекеше түрі жоқ, бірақ мағынасы көпше түрде болғандықтан арабтар бұларды көпше түрде қолданады. Олар қауымын, қауым деген мағынаны біледі, нәсун, адамдар деген мағынаны біледі. Бұлардың жекеше түрі жоқ. Бұл сөздердің жекеше түрі жоқ, сондықтан біз бөлек қарастырадық. Бұлар Құранда кездеседі. Қарнун деген, ұрпақ деген ба, сондай мағынаны біледі. Бұлар көпше түрдегі сөздер. Комбинация жоқ, бірақ жекеше түрі жоқ. Қаумун, нәсун, қарнун, нәс деген сүре бар ғой, ең соңғы сүре. Сонымен исімдердің көпше түрінде ең бір түрлі ереже бар. Ол бұзылған көпше түр. Оны қалай табамыз? Тек қана мағынасы арқылы табамыз. Бұзылған көпше түрді қайдан білеміз? Тек қана мағынасы арқылы. Оған мысал келтірдік. Кутубун, русулун. Бұзылған көпше түр екіге бөлінеді: адамдарға қатысты, заттарға қатысты. Кутубун, кітаптар. Бұл кутубун деген сөз бұзылған көпше түр. Неге? Себебі ешқандай комбинация жоқ. Кутубун тәнуимен бітті. Уна, ина, әтун, әтин деген комбинация жоқ, бірақ мағынасы көпше түр. Сондықтан ол бұзылған көпше түр. Оның ішінде адамдарға қатысты ма? Кутубун, кітаптар. Заттарға қатысты ма? Заттарға қатысты. Заттарға қатысты болса, арабтар оны грамматикада жекеше түрдегі женский род деп қолданады. Бұл арабшада ең бір түрлі ереже. Енді бұзылған көпше түр русулун адамдарға қатысты болса, онда ол бір женский болады, жекеше түрдегі женский род, немесе өзінің көпше түрдегі адам әйел ме, ер ме, соған байланысты мужской не женский болады. Оған мысалға русулун деген бұл көпше түр елшілер деген мағынаны білдіреді. Бұзылған көпше түр. Бұзылған көпше түрінің қайсысы? Адамдарға қатысты ма? Русулун, елшілер. Заттарға қатысты ма? Адамдарға қатысты. Сондықтан оны кейде жекеше түрдегі женский род ретінде қолданады, Құранда солай. Немесе көпше түрдегі мужской сөз деп қолданады. Себебі елшілер деген ол көпше түр, сосын ол ер адамдарға ғана қолданады. Түсінікті ғой? Бұзылған көпше түр. Сосын бұл исімнің санына, көпше түріне байланысты біздің өткен тақырыптарымыз. Келесі исім сөздердің тегі деген болады. Тегі дегеніміз оңай. Ең оңай тақырыптардың бірі ол тегі. Тегі дегеніміз мужской не женский. Бізде қазақтарда ондай жоқ, орыстарда бар, женский родтағы сөз, мужской родтағы сөз деген. Біз мужской родты қарастырмаймыз, жалпы негізі мужской род болады. Біз тек женскийді қарастырамыз. Женскийдің белгілерін тапсақ, біз айтамыз женский дейміз. Болмаса, ол мужской родтағы сөз дейміз. Енді женскийдің белгілері қандай? Женскийді біз екіге бөліп қарастырдық. Шын женский, жалған женский. Шын женский дегеніміз, яғни биологиялық жынысына байланысты. Олар мама, қыз деген сөздер, мысалға әпке, әже деген сөздер, олар женский болады арабшада. Ол түсінікті биологиялық. Сиыр, тауық дегендер, мысалға сиыр, тауық, ұрғашы боласын, оларды женский родта сөздер деп қолданамыз арабшада. Енді жалған деген не? Жалған дегеніміз, біз жалған деген женский родтар қалсы, олар биологиялық жынысына қатысты емес, бірақ арабтар оны женский родта сөз деп қолданады. Соны біз жалған дейміз. Жалған дегеніміз, оның бірнеше белгілері бар. Бірінші, мына үш әріпке бітетін болса, ол 80-90% ықтималдығы бар, бұл женский родта сөз деген. Мына қандай әріптер? Алиф мәбдуда, бұл исім сөздің соңында осы әріптер келсе, онда ол сөз бір женский родта сөз болуы ықтимал 80-90%-ға. 100% емес, бірақ 80-90%-ға. Сондықтан осы әріптері әл-кубра деді ғой, әл-хусна деп әлиф мақсураға бітсе, онда біз оны женский родта сөз дейміз. Немесе та-марбута, муслимун, муслиматун дедік. Та-марбута, рахматун.
Енді алиф мақсура Муса деген сөз бар. Муса дегенде алиф мақсураға бітеді. Бірақ Муса деген ер адамға қолданылады, ер адамның аты. Сондықтан Муса деген сөз ол мужской родтағы сөз арабшада. Түсінікті ғой? Неге? Себебі ол ер адамның аты. Сосын женский родтағы сөз бұл бұзылған көпше түр. Біз өттік. Бұзылған көпше түрдер оны арабтар жекеше түрдегі женский родтағы сөз деп қарайды. Егер заттарға қатысты болса, ол міндетті түрде женский деп айттық. Бұзылған көпше түр. Ал адамдарға қатысты болса, ол не женский болады, не мужской, көпше түрдегі мужской, женский бола алады. Сосын женский родтағы сөздер араб тілінде жұп дене мүшелері. Бұларда Құранда кездеседі. Екі көз, көз деген сөз, екі құлақ, құлақ деген сөз, екі аяқ, екі қол, қол деген сөздер, тізе, өкше, шынтақ деген сөздер екі-екіден болғасын, оларды арабтар женский родтағы сөз деп қолданады. Сосын мына жерде кейбір Құрандағы кейбір сөздер. Құрандағы кейбір сөздер дегеніміз қандай? Неге бұны бөлек қарастырып? Себебі мына белгілердің ешқайсысы ол сөздерде жоқ, бірақ арабтар күнделікті өмірде женский род деп қолданады ол сөздерді. Олармен бір танысып кеткен жөн болар. Бір танысып өтейік. Ол қандай сөздер? Не себепті женский, оны біз білмейміз. Бірақ арабтар оны женский родтағы сөз деп қолданады. Ол қандай сөздер? Міне. Тағы танысып кетейік. Бұны жаттаудың қажеті жоқ, бірақ біліп жүрген жақсы. Харбун деген бірінші сөз. Харбун деген Құранда кездеседі. Бұл соғыс деген бе? Сондай мағынаны білдіреді. Сосын Ас-самауати вал ард, бұл да көп кездеседі. Аспан деген сөз. Не үшін? Білмейміз, бірақ арабта бұны женский родта. Нәрун, тозақтың аттарының барлығы женский. Нәрун деген бұл от деген мағынаны білдіреді. Сосын Шамс, күн деген сөз, бұл женский род. Ешқандай белгісі жоқ. Тамыр буыты, алиф мақсура, бұзылған көпше түр емес, немесе дене мүшелері емес, бірақ женский родтағы сөз. Нәфсун деген жан, адам деген мағынаны білдіреді. Бұл да женский род. Дәлун деген шелек деген да. Шелек деген сөзде арабтар женский родтағы сөз деп қолданады. Мына сабил деген жол деген сөз. Тариқун, бұл да жол деген сөз. Бұл да араб тілінде женский родтағы сөздер. Арабтар солай қолданады. Арт деген бұл жер деген сөз. Жер ана дейміз, сондықтан бұл да женский родтағы сөз. Бұлар Құрандағы сөздер. Сондықтан біліп жүрген жақсы. Жаттау міндетті емес. Рихун деген бұл жел деген мағынаны білдіреді. Бұл да женский родтағы сөз екен. Сосын тағы не бар? Бирун дейді. Бирун деген бұл құдық. Кімнің? Юсуф пайғамбардың оқиғасында бар. Бирун. Құдық деген ол да женский род. Дәрун дейді. Бұл мекен, баспана деген мағынаны білдіреді. Бұл да женский родтағы сөз. Тағы не бар? Хармун, шарап деген бар ғой, сендегі шарап тыйым салды, шарап ішкеннен намазға жақындау тыйым салынды деген аяттар бар да. Сондықтан хамрун, яғни шарап деген. Сосын тағы қандай сөздер? Ас-сағир, жаһаннамның аттары, бұлар женский родтағы сөздер. Жаһаннам, женский. Аса, Мұса пайғамбардың оқиғасында аса таяғы болады. Алла Тағала сұрайды оны. Ас қолындағы не, оны істейсің деп, аса таяқпен. Мен бұлмен қойып ағам әртүрлі қызық оқиға Таха сүресінде де ұмытқалатын. Алла Тағалаға Мұса пайғамбар аса таяқ туралы баяндайды ғой. Сүйінем, бұлмен қойып ағам деген сияқты. Сонымен бұл женский родтағы сөздер Құрандағы біліп жүрген дұрыс. Так, сонымен бұл женский, мужской арабша соған қатысты біздің сабағымыз. Сосын төртіншісі бізде типі деген. Типі ол оңай. Жалпы немесе нақты. Жалпы деген жалпылама сөздер. Мысалы, мешіт деген жалпылама сөз. Енді мешіт деген адам деген жалпылама сөз. Мысалы, Мұхаммед деген болса, ол нақты сөз. Неге? Себебі Мұхаммед пайғамбар, саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбардың аты. Сондықтан ол нақты сөз.
пайғамбар деген мысалға жалпылама сөз, ал Муса десек ол нақты сөз. Неге? Себебі нақты бір адам туралы айтып тұр. Мысалы мешіт десек ол да жалпылама сөз. Ал егер Хазірет Сұлтан мешіті десек, онда бір нақты бір мешіт туралы айтады. Қала деген сөз, мысалы қала не көп, қала көп. Ал егер Астана қаласы десек, онда ол Астана деген сөз нақты болады. Себебі бір қала туралы айтады. Періште дегенде жалпы көп мағына жалпылама сөз. Ал егер Жәбірейіл десек, онда ол Жәбірейіл деген нақты. Енді нақты есімдердің 7 белгісі бар. 7 түрі бар, 7 белгісі бар. Бірінші ол алиф лам. Муслимун деген мысалға жалпылама сөз. Тәнуинмен келсек, олар сөздер жалпылама сөздер араб тілінде. Егер ол есім сөздің алдында алиф лам келсе, онда ол нақты болады. Түсінікті ғой? Алиф лам келсе тәнуин кетіп қалады. Сосын ол нақты, оның типі нақты болады. Сосын нақты адамдар мен мекендердің аты. Маккату мекен мысалға қаланың аты Маккату. Сондықтан ол нақты есім болады. Типі нақты болады. Муса дедік, Ферғауын дедік, олардың бәрі нақты себебі адамның аттары. Сосын бұл жер шақырылған адам дегеніміз, оған мысал келтірдік. Мысалға официант деп келтірдік. Біз официант деген жалпылама сөз. Официант деген жалпылама сөз. Енді сіз кафеде отырсыз, официант шақыру үшін официант деп шақырасыз ғой. Официант деп шақырғанда бұл уже нақты жалпылама емес, нақты болады. Себебі шақыру үшін қолданасыз. Бір официантты көріп қалдыңыз ғой. Официант атын білмейсіз, официант деп шақырасыз. Дұрыс па? Қарындас дедік мысалға. Қарындас деген жалпылама сөз. Қарындас. Бірақ сіз бір қызды қарататын боласыз, қаратқыңыз келсе, қарындас деп айтамыз ғой, қарындас деп. Кешіріңіз, қарындас деп. Ол кезде қарындас қарату үшін, шақыру үшін, қарату үшін қолдансаңыз, ол нақты болып есептеледі араб тілінде. Оны арабтар қалай жасайды? Ондайды я деп қолданады. Я валадун, я раджулу. Я деген, я рабби, я раббым деген. Я дегенді қолданады. Оны былай жазып қойып мына жерге. Я дегенді қолданады арабтар. Я деген болса, ол кезде бұл я деген кейінгі сөз бізде не болады? Нақты сөз болады. Я валаду. Сосын я валаду. Ой, мынау я дейсіздер. Я деген болса, я деген егер есім сөздің алдына я қолданса, онда оны біз не дейміз? Оны нақты дейміз. Себебі я деп шақыру үшін қолданады. Қарату үшін, шақыру үшін. Сосын есімдіктер, мен, сен, ол деген сөздердің барлығы арабтарда нақты болады. Оны алдағы уақытта өтеміз. Исм ишара дегеніміз мынау, анау деген сөздер, оларда нақты болып есептеледі. Оны алдағы уақытта өтеміз. Исм маусул деген бар. Аллази, аллазина Құранда көп кездеседі. Олар да нақты болып есептеледі типі. Сосын жетінші идафаға қатысты бар. Идафаға қатысты. Идафа деп қойып, әзірше идафа. Оны алдағы уақытта өтеміз. Сонымен исімнің 4 сипатын таныстық. Статус, саны, типі, тегі, типі деп. Ол не үшін керек болды? Біз кешегі сабақта өттік. Маусу, сифа деген байланысты құру үшін. Бұл біздегі арабшадағы алғашқы сөз тіркесі. Маусу, сифа дегеніміз. Зат есім плюс сын есім дегеніміз. Біз осы курста Алла қаласа 5 түрлі сөз тіркестерімен таныстық. Сөз тіркесі дегеніміз не? Бірден көп сөздердің бір-бірімен байланысуы. Сөздердің бір-бірімен байланысуын сөз тіркесі дейміз ғой. 2-3 сөз, 2 сөз, 3 сөз бір-бірімен байланысса, оны біз сөз тіркесі дейміз. Біз бірінші байланысты маусу сифа дедік. Олар қалай байланысып тұр? Олардың екі исімнің сифат, егер 4 сипаты бірдей болса, 4 сипаттары бірдей болса, онда маусу сифа болады. Бірінші сөз маусуф болады, екінші сөз сифа болады. Сифа маусуфтың 4 сипатынан бірдей болады, маусуфтан кейін болады. Сифа көп болуы мүмкін. Мысалы біз айттық, қызыл, тәтті, алма дедік. Алма деген сипаттап тұрған, қызыл, тәтті деген сөздер бізде сифа болады. Міне жаңа әдемі гүлі, қызыл, тәтті, алма. Алма деген сөз бізде ол зат есім, ол бізде маусуф болады, оны сипаттап тұрған сөздер сифа болады. Сифа бір немесе одан да көп болуы мүмкін.
араларында арақашықтық бола алады. Біз Фатиха сүресінде ар-рахмани рахим деген Алла деген сөзді сипаттап тұрғанын кеше біз дәлелдедік. Бисмиллахи рахмани рахим деген ол керемет мысал. Аллахи деген сөз жар болып тұр, жекеше түрде мужской және нақты сөз. Оған мына ар-рахмани ар-рахими сифа болып тұр. Қалай? Себебі Аллахи мен ар-рахмани, Аллахи деген сөз бен ар-рахмани деген сөздің төрт сипаты бірдей болып тұр. Ар-рахими дегенде Алла деген сөзбен сифаты, төрт сифаты бірдей болып тұр. Осындай байланысты біз төрт сипаты бірдей болса, біз айтамыз маусуф сифа деп бұндай тіркесті. Маусуф бірінші сөз тек қана біреу алады, және ол маусуф бірінші болады бұндай тіркестерде. Түсінікті ғой? Сұрақтар бар ма? Бұл біздің қайталау болған. Бүгін жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырыбымыз арабша сөз тіркестерінің жаңа екі түріне танысамыз, Алла қаласа бүгін. Алғашқысы маусуф сифаға бір-екі так, енді исімнің бір-екі жаттығу жасайық. Төрт сифатына, сосын маусуфқа, сосын жаңа тақырыпты бастаймыз, Алла қаласа. Кеттік. Біз мынаны жасамадық қой. Кеттік. Сәжидина деген сөз бар екен бұл жерде. 3. Соның бізге керек төрт сипаты керек. Бұл қайталау, жаттығу. Бір-екі үшеуін жасайық. Сәжидина төрт сипаты керек. Қалай болады? Біз комбинация іздейміз бірінші. Комбинация болса, ол жауаптар оңай болады, сразу табады. Муслимун кестесін есімізге түсіреміз. Кеттік. Сәжидина деген исім сөзден қайдан біліп тұр исім екен? Себебі комбинация. Муслимун кестесінде комбинация ол тапсақ, онда ол 100% дегенде исім болып табылады. Сәжидина, ина, муслимуна, муслимина. Яғни бұл насып немесе жар болып тұр. Насып немесе жар болып тұр. Қайдан білдік? Комбинация арқылы білдік. Сосын көпше түрі бірлік, екілік, үштік. Уна, ина бұл үштікке қатысты. Дұрыс. Сосын уна, ина мужскойдікі комбинация. Сосын типі жалпы ма, нақты ма? Алиф лам жоқ, сондықтан бұл жалпы болады. Дұрыс қой. Бұл бізде исімнің төрт сипаты. Бұл не үшін керек болды? Жаңағыдай маусуф сифаны табу үшін басқа да себептер бар, бірақ бізге әзірге маусуф сифаны табу үшін осылай табамыз төрт сифатын. Атиятун деймі? Атиятун дегенді көрейік, мағынасын білмедім. Так, атиятун деген сөздің төрт сифаты. Бұл тәнуинмен бұттыр, яғни рафа болады. Рафа насып жар, бұл бізде рафа болып тұр, себебі онмен бұттыр. Саны бірлік, екілік немесе көпше бірлік дейік. Сосын мағынасын білмейміз, сондықтан біз комбинация болмағасын бір деп айтамыз. Атиятун. Так, сосын нақтысын неден сөздіктен қарап аламыз ғой. Әзірге бірдей ерейік. Женский ма, мужской ма? Тамар ботадыр, сондықтан женский дейміз. Сосын тәнуинмен тұр, тәнуинмен болса жалпы болады. Түсінікті ғой? Келесі. Уммун. Бір рафқа жекеше түр, женский, жалпы. Дұрыс. Уммун, 9. Уммун деген бұл ана деген мағынаны білдіреді. Ана деген. Уммун деген ана. Шешесі, анасы деген мағынаны білдіреді. Уммун. Так, сонымен уммун дегенде қалай болады төрт сипаты? Тәнуинмен біттір. Уммун, умман, уммин. Бізде жар болады. Дұрыс қой. Тәнуин бітті жекеше түрдегі сөз дейміз. Мағынасын айттым. Ана, шеше деген мағынаны білдіреді, жекеше түрдегі. Сондықтан бұл женский род. Неге? Биологиялық жынысына байланысты женский род. Сосын
Тәнуи мөнтір яғни жалпылама сөз. Дұрыс қой. Әл-фуджари дейді. Әл-фуджари 12. Әл-фуджари дегеннің 4 сифаты керек. Бірінші раф анасы жар. Комбинацияда іздейміз, комбинация жоқ, сондықтан бізді жар дейміз. Екінші жекеше түр, көпше түр. Так, бұл фуджар деген мағынасын білмейміз, естімей қойық. Бұл көпше түр дейді ғой. Білмедім. Сахирин 18. Сахирин сихыр деген ба? Сихыршы деген ба? Сахирин. Сахирин деген өрек. Сахирин 18. Сахирин сихыршы деген сөз. Сахирин яғни бұл насып рафа жар, комбинация жоқ, сондықтан жар дейміз. Сосын жекеше түр, сосын мағынасын сихыршы деген, сосын мағынасы маңызды емес. Сосын женский ме, мужской ме? Женский ешқандай белгісі жоқ, сондықтан мужской дейміз. Сосын тәнуи мөнтір, яғни жалпы болады бұлда. Түсінікті ғой да? 4 сипаты бар. Жалпы есімізге түсіру үшін жасап жатырмық. Сосын тағында қызықты әс-самауат дегенді көрейікші. Әс-самауат дегенді көрейік. Әс-самауати дегенді көрейік. Оғай бат, бізде әти деген. Әтун, әтин, әтин. Бізде бұл рафхан немесе жар. Насып немесе жар бат, себебі комбинация. Сосын көпше түр 3 дейміз. Әтун, женский, әтун, әтин, әтин. Неге тәнуи жоқ? Себебі алиф-лам тұр. Женский, жалпы ма, нақты ма? Алиф-лам тұр, сондықтан нақты бат. Дұрыс қой. Әл-арду валадан дегенді көрейік. Әл-арду деп көрейік. Әл-арду доспен біттір, комбинация жоқ, сондықтан жар болады. Жекеше түрдегі неге? Себебі жер деген мағынаны білдіреді. Сосын бұл арабтар женский ретінде қолданатын сөздердің бірі әл-ард. Сондықтан бұл женский болады. Алиф-лам тұр, сондықтан нақты болады. Түсінікті ғой? Тағандай қызықты сөздер бар бұл жерде. Комбинация оңай деп өлім. Есуфу дегенді өлік. Миссара дегенді өлік. Миссара дегенді өлікші. Миссара деген қызықтау. Неге? Себебі бұл статусы жеңіл болып тұр. Неге жеңіл болып тұр? Себебі Мысыр деген Мысыр елдің аты да. Бұл арабтарға кірме сөз. Кірме сөз. Сосын бұл мекеннің аты. Миссара деген мекеннің аты. Сондықтан бұл статусы тәнуи қабылдамай тұр. Енді бұның статусы бізге қалай? Рафқа насып жар қайдан білеміз? Біз айттық, кірмесіз болса, бұлар статусы жартылай икемді. Яғни мисру, мисра, мисра. Яғни бұл насып болуы мүмкін, немесе жар болуы мүмкін. Дұрыс қой? Жекеше түрдегі себебі бір ел туралы айтып тұр. Мужской, неге? Себебі женский белгісі жоқ. Бұл жалпы ма, нақты ма? Бір елдің аты ғой, Мысыр. Сондықтан бұл нақты болады. Дұрыс қой да? Келісесіздер ме? 45. Мысра деген, Мысыр деген, Египет, Мысыр деген ғой. Құранда келеді ғой. Мұса пайғамбардың оқиғасында баяндалады. Мысыр. Мысра феминин бе не? Мужской ме, женский ме, Мысра деген. Нақты. Мысра. Юсуфу китабун оңай. Асатиру деген. Асатиру бұл бұзылған көпше тұр. Асатиру бұл бұзылған көпше тұр. Соны істележек, сосын маусу сифаға көшеміз. 51. Асатиру деген. Асатиру қалай бат? Рафқа бат. Бұзылған көпше тұр. Бұзылған көпше тұр бізде адамдар қатысты ма? Заттар қатысты ма? Бұл асатиру деген әңгіме, ескі әңгіме деген мағына білдіреді ғой.
бұрынғылардың әңгімесі бұрынғылардың ертегісі деген мағынаны білдіреді. Көпше бұзылған көпше тұр, заттарға қатысты. Сондықтан бір женский дейміз. Жалпы ма, нақты ма? Жалпы болады да. Неге? Себебі алиф лам жоқ. Тағандай сөздер бар. Жақсы, осымен біз аяқтаймыз. Төрт сифатына, исімнің төрт сифатын түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Маусуф сифаға жаттығулар ма көрейік. Маусуф сифа дегенді. Кеше біз маусуф сифа дегенді өттік. Сосын мына жаттығуды жасадық. Мынауды жасадық. Басқа бізде не жоқ екен? Жаттығу жоқ. Маусуф сифа деген түсінікті болды да, мыналардан нәрун хамиятун дегенді жасап көрейік. Нәрун хамиятун дегенді. Мынаны нәрун хамиятун кеше жасаған жоқ, соны жасап көрейік. Бұл екеуі маусуф сифа болыпты ма, болмайды ма соны көрейік. Бірінші нәрун дегенді көрейік. Нәрунның төрт сифаты керек. Төрт сипаты бірдей болса, онда бұл маусуф, яғни байланысып тұр деген сөз. Кеттік. Нәрун деген бұл арабтар женский родтағы сөз деп қолданады. Тануин болғасын біз рафа дейміз, жекеше түр дейміз. Бұл женский неге? Себебі арабтар женский деп атайды. Тануин болғасын бұл жалпы болады. Дұрыс қой. Нәрун деген сөз. Женский родтағы сөз. Неге жалпы? Себебі тануинмен тұр. Кеттік. Хамиятун. Хамиятун деген сөз. Тануинмен тұр. Сондықтан біз рафа дейміз. Un деген тануин. Сосын хамиятун жекеше дейміз, себебі көпше түріне несі жоқ, негіз жоқ. Сосын женский ма, мужской ма, танарбота тұр женский дейміз, тануин тұр жалпы дейміз. Қарасақ, нәрун мен хамиятун бізде не болып тұр? Төрт сифаты бірдей келіп тұр. Нәрун, хамият, нәрунның от деген, хамиятун деген сонда қатты, ыстық от деген ба, сондай мағынаны білдіреді. Сонда бізде маусуф, нәрун деген маусуф болып тұр, хамиятун бізде сифасы болып тұр. Неге? Себебі нәрун мен хамиятунның бұл Әл-Қария сүресіндегі аяттар ғой. Нәрунның төрт сифаты мен хамиятун деген сөздің төрт сифаты бірдей болып тұр. Сондықтан нәрун бізде маусуф, хамиятун бізде сифа болып тұр. Араларында осындай байланыс болып тұр. Түсінікті, бұл алғашқы сөз тіркесі біздегі араб тілімен танысқан. Енді жаңа тақырыпты өтейік. Сұрақ бар ма? Кімде қандай сұрақ бар? Жаңа тақырып онда. Кеттік. Жаңа тақырып. Бүгінгі тақырып бұл біз арабша сөз тіркестерімен таныстығымыз бастаймыз. Алғашқы. Біз енді бүгін харфтармен танысатын боламыз. Харфтармен. Қараңыздар. Харфтармен танысатын боламыз. Бүгін Алла қаласа, мына сөз не үшін жар болып тұр? Мына сөз не үшін насып болып тұр? Соны үйренетін боламыз Алла қаласа. Әл-инсана не үшін насып болып тұр? Біз айттық қой, есім сөздер харф болады, немесе жар болады. Тануин болса ол 100% есім сөз, алиф лам болса ол 100% есім сөз. Әл-инсана бізде насып болып тұр. Лафи хусрин, хусрин деген жар болып тұр. Не үшін? Соны бүгін өтетін боламыз. Кеттік. Мына сөздерді қайталайық. Ба, та, каф, лам, вау. Ба, та, каф, лам, вау. Ба, та, каф, лам, вау. Осыны қайталай көрейік. 5 рет қайталайық. Ба, та, каф, лам, вау. 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 Сосын, мин, фи, ан. 5 рет айту керекпіз. Мин, фи, ан. Мин, фи, ан. Мин, фи, ан. Бұлар не үшін керек? Айтамыз, түсінетін боламыз. Әзірге осыны танысайық. Дауыстап айту керекпіз.
аля хатта иля, аля хатта иля, аля хатта иля, аля хатта иля, аля хатта иля. Бұның барлығы Құранда өте көп. Бүкіл бетте осы сөздер кездеседі. Бұлар бізде харф. Бұлар харф жар дейміз. Бұларды атауы харф жар дейміз. Біз айттық қой, исм фиғыл харф деп бөлінеді. Бұл сол харф жар. Харф жар деп атаймыз. 11 түрі. Осы 11 түрінің, осы 11 әрқайсысы бөлек-бөлек харф, осылар Құранда өте көп кездеседі. Құранның кез келген сөз бетінде осы харфтар кездеседі. Сондықтан біз мағынасын әзірге білмейміз. Мағынасы әзірге маңызды емес, жалпы тану осылай. Кездестіргенде Құранда осыларды, бұл харф жар екен ғой. Білу. Түсінікті ғой, 11 харф жар бар. Осы 11 харф жарды жатқа білу керек біз. Айтайық. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Бірінші қатар. Бә, тә, кәф, ләм, уау. 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 Муслимның кездесін қалай жаттасақ, бұны да солай жаттау маңызды. Келесі. Мин фи ан. Мин фи ан. Мин фи ан. Бесет. Мин фи ан. Мин фи ан. Бұлардың барлығы харф жар деп атаймыз. Мин фи ан. Мин фи ан. Мин фи ан. Құранда көп кездеседі. Бұлар не үшін қазір қандай қызмет атқарып, оны танысатын боламыз. Бірақ мағынасы маңызды емес. Келесі. Аля хатта иля. 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 Енді барлығын 5 рет бір қайталап шығайық. Бұлар харф жар деп аталады. Осы 11 түрі Құранда кездеседі. Кез келген бетінде осы харфтар біреу болмаса біреу тұрады. Кеттік. Бүткіл сүреде бар. Сонымен. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Осылай жаттауға керекпіз. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Бұлар харф жарлар. Түсінікті ме? Енді бұлардың қызметі қандай? Бұлардың қызметі қандай? Біз айттық. Жар дегеніміз, алдың сұрақтыда айттық. Жар дегеніміз кімнің, ненің деген сұраққа жауап береді деп айттық. Енді харф жар деп аталады бұлар. Біз айттық, жар дегенді табатын болдық, ол кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін болды. Енді қараңыздар. Араб тілінде екі жағдайда исім жар болады. Мына 11 харф тек қана исімнің алдында келеді. Тек қана екі жағдайда исім жар болады. Екі жағдайда исім жар болады. Исім жар статуста болады. Бірінші, ол кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін болса, бірінші, кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін болса, оны алдыңғы сұрақтарға өттік. Оны алдағы уақытта түсінетін боламыз. Кімнің, ненің. Сосын, екіншісіне бүгінгі тақырып харф жардан кейін келсе. Харф жардан кейін келсіндер, харф жар дегеніміз, олар қандай? Олар қайсысы мұналарына. Бә, тә, кәф, ләм, уау. Мин фи ан. Аля хатта иля. Харф жардан кейінгі исім, кейінгі исім, кейінгі исім міндетті түрде жар статуста болады. Харф жар деп айтып тұр ғой. Жар статуста болады. Неге? Себебі осы харф жарлардың жұмысы, бірақ қана жұмыс бар.
өзінен кейінгі исімді жар статуста қылу. Бұлардан кейін, бұлар тек қана исім сөздердің алдында келеді. Түсінікті ме? Бұл бізде сөз тіркесі болады. Мысалға жаңа асыр сөзін көрейік. Қараңыздар. Бәта кафлам вау мин фи ан аля хатта иля. Қараңыздар, мысалы. Ла фи деген бізде бар ма? Бәта кафлам вау мин фи деген бар. Бізде харф жарда фи деген бар. Сондықтан содан кейінгі хусрин деген сөз жар болып тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл бізде екінші сөз тіркесі. Харф жары мен исімнің бірге келуін бізде жар мажрур деп атайды. Бұл екінші сөз тіркесі арабшадағы. Фи бұл харф жар. Содан бұның жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді жар қылу. Екеуінің арасында сөз болмайды, ешқандай сөз болмайды. Екеуі бірге жүреді. Харф жар мен исім екеуі бір тіркес болады. Жар мажрур дейді оны. Бұл харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді не қылу? Жар статусында қылу. Арасында ешқандай сөз болмайды. Міне лафи хусрин. Енді қараңыздар. Бил хаққи, міне әл-хаққи деген бізде жар болып тұр. Неге? Әл-хаққи деген сөз жар болып тұр. Неге? Оның алдында би тұр. Көрдіңіздер ме? Міне би. Би деген бізде харф жарда бар ма? Бәта кафлам вау мин фи ан бәта. Бәта. Көрдіңіздер ме? Бә деген бар осы тізімде. Міне. Бә деген тұр бізде бірінші. Бәта кафлам вау. Сондықтан мына жерде әл-хаққи деген бізде жар болып тұр. Себебі алдында харф жар келіп тұр. Міне биссабри деген не үшін сабри жар болып тұр? Себебі алдында харф жар келіп тұр. Бәта кафлам вау мин фи ан аля хатта иля. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу болды. Араларында ешқандай сөз болмайды. Тағы бір мысал. Шел сүресін білеміз ода? Әлем тара кайфа раббука би асхаби. Асхаби. Көрдіңіздер ме? Жар болып тұр. Неге? Себебі алдында харф би келіп тұр. Харф жар келіп тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу болды. Басқа жұмыс жоқ. Мағынасы маңызды емес. Кайдахум фи тодлил. Мынау неге жар болып тұр? Себебі алдында бәта кафлам вау мин фи деген харф жар келіп тұр. Түсінікті ме? Фи деген бізде бар ма? Сізінде бәта кафлам вау міне фи деген тұр. Харф жар. Сондықтан бізде бұл жерде тодлин деген жар статуста болып тұр. Сосын Тайран әбәбел, тәрмейхим би хейджаратин. Тин деген жерде жар болып тұр. Неге? Себебі алдында жерде би деген харфтер. Көрдіңіздер ме? Екеуі исім, бұл харфтер, харф жар исіммен бірге исімнің алдында келеді. Көрдіңіздер ме? Аралығында ешқандай сөз болмайды. Бұны жар мажрур дейміз. Сосын сиджилин дейді. Бұл да жар болып тұр. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Мағынасын білмейміз, бірақ бұл не үшін жар болып тұр? Себебі харф жар келіп тұр. Кағасфин, бұл да жар болып тұр. Не үшін? Себебі алдында ка деген келіп тұр. Ка деген бұл харф жар. Оны қайдан білдік? Ол мұнда списте тұр. Ка деген мін тұр. Фи деген мін тұр. Мин деген мін тұр. Бисмилла, бисми. Неге исми деген жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф келіп тұр. Харф жар келіп тұр. Сондықтан бұл харф жар өте көп бізге жаттау міндетті. Екі жағдайда исімдер жар болады. Бірінші кімнің нені деген сұрақта, сосын харф жардан кейінгі исім жар статуста болады. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу. Бұны біз жар мажрур дейміз. Арабша термин. Бұлындай сөз тіркесін жар мажрур дейді. Бұл бізде екінші сөз тіркесі. Бұл оңай. Мұнаны жаттап алсақ болды. Бәта кафлам вау мин фи ан аля хатта иля. Аср сүресінде қараңыздар міне. Уал ғасри. Мұны көп болған. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында уа деген келіп тұр. Уа бізде харф жарда списте бар. Уа деген бар.
Бә, та, каф, лам, вау. Сондықтан вал асри дегенде аср деген сөз бізде жар болып тұр. Ләфи хусрин, фи келіп тұр алдында. Сондықтан ол жар болып тұр. Бил хаққи, не үшін жар болып тұр? Себебі алдында би келіп тұр, харф жар. Бис сабри, не үшін сабри, не үшін жар? Себебі би келіп тұр. Түсінікті ма? Бә, та, каф, лам, вау. Мин фи ан, аля, хатта, иля. Бұны біз айтамыз жар мажрур дейміз. Жар мажрур. Бұл араб түрінде осылай аталады. Харфпен исім келсе, харф жармен исім келсе, бұны біз жар мажрур дейміз. Жар мажрур дегеніміз харф жармен жар мажрур. Харф жардан кейін исім келсе, оны жар мажрур. Сөз тіркесі бұл екінші. Түсінікті ме? Харф жар бұл ең оңай. Харф жар деген ең оңай. Тек 11 сөзді жаттап алу керек біз. Енді мысал көрейік. Осыған мысал. 27. Мысал, харф жарға мысал. Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, иля. Мағынасы әзірге маңызды емес. Міне, бізде мысалдар бар. Бил хаққи деп тұр. Бил хаққи. Не үшін хаққи деген сөз жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Харф жарды еске түсіреміз. Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, иля. Түсінікті ма? Бә, та, каф, лам, вау. Бұлар харф жар, 11, осылардан кейін исім. Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу. Болды, басқа жұмыс жоқ. Бұлар мен исімнің арасында ешқандай сөз келмейді. Міне. Ли кулли. Кулли деген сөз не үшін жар болып тұр? Себебі алдында харф жар ли келіп тұр. Көрдіңіз ме? Кулли. Ли деген бізде списте бар ма? Бә, та, каф, лам, міне лам деген тұр. Фи амадин мумаддада. Фи амадин, амадин. Не үшін жар болып тұр? Сұрақ қоямыз. Себебі алдында оның фи деген харф жар келіп тұр екен. Фи амадин не үшін жар болып тұр? Себебі алдында, не құртына? Харф жар келіп тұр. Қайсы фи? Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, фи деген мен жерде фи келіп тұр. Би асхабил фил. Асхаби жар болып тұр. Неге? Себебі алдында би келіп тұр. Түсінікті ма? Оңайда. Кағасфин. Кағасфин. Фин деген жар болып тұр. Не үшін? Себебі алдында ка келіп тұр. Ка бізде списте бар ма? Бә, та, каф деген бар екен. Сондықтан кағасфин бізде жар болып тұр. Тағы да мин хауфин. Мин Құрай сүресінде айтамыз ғой, мин хауфин деп. Хауфин жар болып тұр. Неге? Себебі алдында харф жар келіп тұр. Мин. Бізде бар ма? Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, иля. Тағы да аля таамил мискин. Не? Мағун сүресінде айтамыз ғой. Таами. Не үшін таами жар болып тұр? Себебі алдында аля деген келіп тұр. Аля бұл бізде харф жар. Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, иля деп тұр. Өте көп Құранда. Ли робби, ли робби, ли роббика. Фасолли, ли роббика дейміз ғой. Кәусар сүресінде. Рабби деген не үшін жар болып тұр? Себебі алдында ли, раббын үшін деген ғой. Раббын үшін құрбан шал дейді ғой. Ли робби. Түсінікті ма? Харф жар, ла деген мін тұр. Бә, та, каф, лам, вау, мин фи ан, аля, хатта, иля. Бұлар Құранда өте көп. Жаттап алу керекпіз. Харф жардың жұмысы не дедік? Өзінен кейінгі исімді, бұл тек қана исімден алдында келді. Өзінен кейінгі исім сөзді жар статуста қылу болды. Басқа жұмыс жоқ. Бихамди. Роб.
Қайт, Наср сүресін өтеміз. Бихамди роббика вастағфир. Бихамди. Не үшін хамди жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр екен. Фи жидиха, фи жидиха. Фи жи деген не үшін жар болып тұр? Себебі алдында фи харф келіп тұр. Харф жар келіп тұр. Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Харф жар деген өте оңай. Бұны біз жар мажрур дейміз. Бұны біз жар мажрур дейміз. Ва мин шаррин. Фалақ сүресінде, Нас сүресінде айтамыз. Ва мин шаррин асиқин иза вақа ва мин шаррин нафасати. Ва мин шаррин. Шарри деген не үшін не болып тұр? Жар болып тұр. Себебі алдында мин келіп тұр. Мин дегеніміз харф жар. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар болды. Басқа жұмыс жоқ. Хатта матлаил фаджри. Қадыр сүресін айтамыз ғой. Матлаи. Не үшін матлаи жар болып тұр? Себебі алдында хатта деген харф жар келіп тұр. Хатта деген бар ма бізде списте? Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Түсінікті ма? Бұлардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар статус қылу. Болды, басқа жұмыс жоқ. Басқа жұмыстар жоқ. Оңай. Хатта ол керек, болды. Бихиджаратин. Бихиджаратин. Не үшін бихиджаратин жар болып тұр? Себебі алдында би келіп тұр. Сосын сиджилин. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында мин келіп тұр. Түсінікті ма? Фи динилла. Дини. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында фи келіп тұр. Фи деген бізде бар ма? Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Түсінікті ғой? Ма усри. Маал усри. Маға деген бізде жоқ. Жарайды. Маға деген бізде бар ма? Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Бұл жерде жар болып тұр ғой. Неге? Оны алдағы уақытта өтеміз. Не үшін жар екен? Бірақ ол жар мажрур емес, маға деген харф жар емес. Сондықтан бұны өткіземіз. Ман ағта дейді. Ман ағта. Бұнда бізге қатысы жоқ. Ағта деген бізде ол етістік фиғыл ғой. Ағта. Сонымен бүгінгі сабақ осы. Харф жар. Бәта кафлям вау мин фи ан аля хатта иля. Осын жаттап алу керекпіз. Бұл бізде екінші араб тілінде сөз тіркесі. Бүгінгі сабақ жар мажрур деген. Жар мажрур деп атайды. Бұндай сөз тіркесін жар мажрур. Бұлар немен жасалады? Харф жармен жасалады. Харф жармен жасалады. Түсінікті ғой? Харф жар плюс исім. Харф жар плюс исім. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, достар. Мынаны міндетті жаттап алыңыз. 11 харф жар. Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Бәта кафлям вау. Мин фи ан аля хатта иля. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.